Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Ассалаумағалейкум деп бәріңізді кеш жарықтаймыз. Сіздермен бірге эфирде Махамбет Исатай. Қозғайын деп отырған тақырыбымыз кәсіпкерлік саласы болып отыр. Кәсіпкерлік саласы деген ол үлкен бір сала. Енді мені естіліп тұрғаным туралы бір хабарлама нақтылап айтып жіберсеңіздер, мені жақсы естіліп тұр ма? Күтемін. Көп рахмет. Жақсы естіліп тұрса, ары қарата жалғастырайық тақырыбымызды. Сіздермен бірге Махамбет Исатай деп айтып өткенмін. Осы Қазақстан демократиялық таңдауының бір белсенділерінің бірі болып таныламыз. Ал енді құрметті халайық, құрметті жамағат, белсенділер, кәсіпкерлік саласы деген ол әлемдегі бір үлкен орын алатын сала. Кез келген үлкен алпауыт мемлекеттер, мысалға айтатын болсақ Германия, Франция, Америка құрама штаттары сияқты елдерде ең бір басты генераторы, экономиканың дамуына ең басты үлес қосатын ол орта және шағын бизнес болып саналады. Ал біздің елде, өздеріңіз білесіздер, осы 30 жылға жуық уақыт болды, орта және шағын бизнес әлі де ақсап тұрған жайы бар. Және де ақсап тұрғанымен қоймай, соған қарата төмен қарата құрдымға құлап бара жатыр. Және де өліп бара жатқаны ол рас, хақ. Оның осындай өлім халге дейін келуіне не басты себептерді атап өтуге рұқсат етіңіздер. Біріншіден айта кетейін, бұл кәсіпкерлік саласын таңдағаным, және де осы кәсіпкерлік саласының осы Қазақстан демократиялық таңдауына және де саясатпен ұштастырудың бір басты бірді-бір себебі, бірінші кезекте өзіміздің осы көшбасшымыз деп айтуға болады осы жердегі Мұхтар Қабыл Әблязов. Ол өзіңіз білесіз, көптеген кәсіптерді осы елімізде, шетелдерде бастап, өз кәсібін дөңгелеткен, нағыз кәсіпкерліктің жілігін шағып майын ішкен адам. Сол енді кәсіпкерлік саласын таңдап, бүгін сол туралы бір проблемалар қозғап отыруының бірде-бір басты түрткі болып отқан ойы осы Мұхтар Қабылның осындай үлкен кәсіпкер болуы, және де осы еліміздің дамымай жатқанына орта және шағын бизнестің дамымауы сол басты бір себептердің бірі деп санаймын. Енді рет-ретімен жүретін болсақ, мысалға, бірінші мысал келтіріп өтейін, жас кәсіпкер немесе жаңадан ашылатын кәсіпкерлерге қандай қиындықтары бар біздің елде. Бізде күндіз-түні Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев деген президент Назарбаев күндіз-түні бізге өзі биылғы жолдауында да және де басқа да эфирлерінде де өзі күнде айтып отырады, кәсіпкерлік саласын дамыту керек. Біз кәсіпкерлік саласы дамып келе жатыр, біз 30 елдің қатарына кіреміз деген сияқты көптеген бізге әңгімелер айтады, бірақ да оның бірде-бір орындалып отқан шамалы. Мысалға, жас кәсіпкер, сіз жаңадан ашылайын жатқан кәсіпкерсіз, бір идеяңыз бар, сол идеяның өміршең идеяңыз, жүзеге асырғыңыз келеді, ол рентабельный, былайша айтқанда, кәсіпкерлік тілінде айтқанда, жүзеге асырғыңыз келеді, бірақ да барасыз, сізден ең бірінші сұрайтын кепілдік, және де өзіңіздің зейнетақы қорыңызға түсіп тұрған ақшаңыз. Сол кезде мындай бір сұрақ туады, өзі жаңадан ашылайын деп жатқан кәсіпкер, жұмысы жоқ, оған қаяқтың кепілдігі ол кісіде қаяқтың зейнетақы қорына түсіп тұрған ақшасы. Ауыз толтырып айтады, біз деген кәсіпкерлік, жас кәсіпкерлер көп қолдау көп, стартапқа қолдау көп дейді. Бірақ да барған кезде сондай қиындықтар туындап жатады жас кәсіпкерлерде. Және де мұндай бір үлкен проблема бар осы кәсіпкерлік саласында жаңадан ашылатын кәсіпкерлерге. Несие алуға барған кезде мемлекеттік бағдарламалар. Бізде айтады, көптеген мемлекеттік бағдарламалар бар, там атамекен бизнес бастау, немесе даму қоры арқылы берілетін көптеген бағдарламалар бар деп ауыз толтырып айтады. Ал бірақ да барған кезде сізден ең бірінші сұрайтын несие тарихы. Кредитный бюро дейді, кредитная история, первый кредитный бюродан беріледі, бірінші несие бюросынан. Ол жақтың талаптары бойынша жағдай былай. Бұрын соңды сіз егерде екінші деңгейлі банктер, ол қандай банктер? Каспий банк, Халық банк, басқа да көптеген сондай банктер, өзіміз білетін. Содан бұрын соңды бір жас кезіңізде несие алған болсаңыз, мысалы соту телефонға, тағы да бір нәрсеге, соны бір белгісіз себептермен төлей алмаған болсаңыз, соған байланысты сіз қаржылық институттардан, осындай үлкен қорлардан, мемлекеттік бағдарламалар жүргізеді. Солардан несие ала алмайсыз дейді. Ал бұның 2008 жылға дейін бірінші несие бюросында, первый кредитный бюрода, былай болды. Екінші деңгейлі банктерден алған несие тарихын бөлек, және қаржылық институттарға, қорларға берілетін несие тарихы бөлек болды. Күнден күнге дамытып жатыр дейді, бірақ 2008-ден бастап осындай екі несие тарихын бірге біріктіріп қойды, и содан кейін вообще қиындап кетті, мүлдем қиындап кетті жағдайды. Дамытудың орнына бір құрдымға жіберіп бара жатыр. Және де тағы да бір айта кететін жайт, осы жылдан бастап, 2018 жылдан бастап кәсіпкерлерге мына өзіме жер алып, сол жерге дүкен немесе басқа да көптеген кәсіптік нысандар салам деген адамдарға тағы да қосымша бір қиындық пайда болды. Ол қиындық былай, Қазақстан Республикасының жер кодексінде 44-ші баптың 1-ші тармағында жазылған. Кез келген Қазақстан Республикасының азаматы өзіне кәсіпкерлікке ашуға жер алуына құқылы деп. Сол бапты тоқтатып тастады қазір. 44-тің бірі жұмыс
келген адам барып кәсіпкерлік ашамын деп жер сұрап көріңіз, сізге 44-тің бірі тоқтап тұрғанына сәйкес сізге жер берілмейді дейді. Ал бәріміз білеміз, бір заңды, бір тармақты немесе бапты жою үшін немесе тоқтату үшін басқа бір баптармен арқылы ояққа түзету енгізілу керек. Ал бірағында ондай түзету ешқаяқта жоқ. Ол тек жай ауызша немесе бір басшылардың жай хат ретінде толтырылған затты. Бұл жағдайдың астарылып жатқан, енді дәл осы 44-тің бірі бабы тоқтатылуына сәйкес осы кәсіпкерлікке жер берілмеудің несі бірден бір жолы, ол бірден бір саясатқа ұштасатын жері. Бұл жер былай. Мысалға шетелден келген бізге айтты, ол өздеріңіз білесіздер, конституциямен шектеу қойған болатын, жер шетелдіктерге сатылмайды деп. Бірағында қазір жерді 3 жылға неге жалға алуға болады, азын-аулақ ақшамен. Жалға алғаннан кейін кез келген адам, шетелдің азаматы болсын, басқа бір болсын, жалға алған жерін 3 жылдан кейін игеріп болғасын өз атына аударып алуына болады. Бұл жерді бермей тұрған бір басты себебі саясатқа ұштастыратынымыз. Басқа шетелден келетін адамдар көп ақша төлейтін адамдарды күтеді. Олар ең жақсы жерлерді таңдап алады, содан кейін барып бізге қалған құтқан жерді береді Қазақстанның азаматтарына, осындай орта және шағын бизнестегі. Оның бір басты себебі шетелдің азаматтары көп ақша қалады, және де жер сатып жіберу оңайлау болады. Сондай кәдімгідей немен сылтаумен тоқтатып тұрған жайы бар қазіргі таңда. Өздеріңіз байқап отырғандай, манада айттым, кәсіпкерлікті дамытамыз дейді, бірақ жылдан жылға құрдымды алып бара жатыр кәсіпкерлік саласын. Және тағы да бір ең басты дәлел, айта кетейік, күнде өздеріңізді естіп жүрген шығарсыз, сыбаға, құлан, алтын асық деген мемлекеттік бағдарламалар кәдімгідей қырғауар ақша төлейміз деп. Енді қазір мен сіздерге біріншіден түсіндіріп өтейін. Мысалы, сыбаға бағдарламасының шарттары бойынша бұл былай болу керек. Бірінші кезекте сіздің өзіңіздің жеріңіз болу керек, жаңа шаруа қожалығын ашатын. Ол жерде үйі, қорасы және өзіңізде жекеде 30 бас аналық, 1 бас аталық сиыр малы болу керек. Содан кейін барып сізге соның бәрі болғаннан кейін шабындық жеріңіз, жайылым жеріңіз, тракторыңыз, содан кейін барып сізде сыбаға бағдарламасынан субсидия арқылы мал алуға жол ашылады дейді. Енді өздеріңіз сұрап көріңіздерші, егер 30 бас аналығы, 1 бас аталығы бар, өзінің жер қойнауы бар, қорасы бар, үйі бар, уже тракторы бар адамға ол малды сыбағаға алып, несиеге басын тығып не керек? Және тағы да сыбаға бағдарламасының бір шикілік жері, ол мысалға өзіміз айтамыз, Қазақстан жерінде біздер мал басын көбейтуіміз керекпіз, малмен жұмыс жасауымыз керекпіз деп сөйтіп айтылады ол жақта. Бірағында қазір сыбаға бағдарламасын алуға барсаңыз, біздің Қазақстанда тіркеуде тұрған малдардың ешқайсысын алуға болмайды. Біздер алуымыз керек, жаңа Голландиядан, немесе неміс елінен, Германиядан, немесе Ресейдегі бір үлкен шаруа қожалықтарынан ғана алуға малды рұқсат етілген. Ол малды асылдандыру деп аталады. Сөйтіп атаймыз деп айтады дейді. Бірағында өзіміздің қазақи ақбас сиырымыздан жететін не бар екен түсінбеймін. Егер де мал басын көбейткіңіз келсе, мал бағуды көбейтіп, өзіміздің іштегі сондай жеке осындай шаруа қожалықтарын ұлғайтқысы келсе, ол деген басқа Қазақстанның ішіндегі малдарды бір-бірімен алып, бордақылап, көбейтіп, басын көбейтіп, сөйтіп жұмыс жасау керек. Бұлардың айтып отқан жаңадай дамытамыз деп, бұны сыбаға деген, құлан, алтын асық деген бағдарламамыз бар дейді. Бірағында қасына барсаңыз, бюрократиялық жолмен көптеген қағаздар, осындай шетелдерден барып хабарласып алу керек. Оған жол пұлыңызда көп ақша кететін, сондай бағдарламаны күннен күнге қиындатып отқан жайлары бар. Тағы да бір өтірік айтып отқаны дәлелдің бірі осы. Және де енді мына осы жаңағыда айтып өтіп бюрократияларды. Бюрократия, мысалға біздің кәсіпкерлік саласындағы бюрократия, қағаздың көпшілігі, қағаз бастықтығы. Ол былай, мысалға сіздер барасыз, тағы да бір кәсіп ашу керексіз. Кәсіп ашардың алдында сізге міндетті түрде бизнес кеңесші немесе бизнес бапкердің кәсіпкерлік мектебін оқып, қолдарыңызда міндетті түрде сертификат болу керек дейді. Бірағында сертификатты жылына 2 ай, 3 ай ғана уақыттардың ішінде бір 2 күннен 3 күннен шамалы ғана уақыт оқытады. Ол кәсіпкерлік оқуын мен түсінбеймін, кәсіпкерлікке қалай оқытады адамды. Мысалға, әлемде білеміз үлкен кәсіпкерлер, мысалы Билл Гейтс сияқты біреуін айтайық. Оларға ешқандай кәсіпкерлік саласын ешкім оқытқан жоқ, Мұхтар Қабылұлын. Олар өздерінің басымен жету, өз ынта жігерімен сөйтіп жеткен болатын. Жақсы, мүмкін қазір мына жерде бір кейбір адамдар айтар, бір кәсіпкерлікке оқу керек, неме оқымаса төлей алмайды, білмейді деген кәсіпкерлік саласында меңгеретін сала дейді. Жақсы, келісеміз ол кісілермен де. Бірағында айта кететін жай, не істейді, оқуды, мысалға, бір жылда үлгере алатын 18 миллион адамның арасынан бір кәсіпкерлік ашуға бір идея способный адамдардың бір 10 миллион дейік, 10 миллионның бәрін бір жылда, мысалға, қамтып өте алмайды. Элементарно бір жылда бір облыстан 500 адам оқыта алмайды. Ол оқыта
рұқсатталмауы, қолыңдарда сертификат болмауы, сертификатыңыз болмаса ешқандай қорлардан ешқандай ақша ала алмайсыз. Және де мысалы кәсіпкерлік саласына енгізіліп жатырған бәріңіз естіген боларсыздар, мораторий меморандум бар, салық комитетінен немесе де жаңағы санэпидемстанциядан, басқа да осындай құзырлы орындардан тексеріс жоқ деп айтқан болатын. Бірақ та тексеріс бар, әлі күнге дейін бар. Өйткені оның бар болуы да және жоқ болуында екі жақ астары бар. Мысалға бар болу, егер тексеріс болған жерде, мысалы бір кісілер тамақ өнімдерін өндіретін сондай жерлер нелер ашып жатады, ол жақтарда санитарлық нормаларын ешкім қарамайды, қадағаламайды. Сол үшін елде көптеген аурулар, солардың бәрі шығуы сол жақтан болып жатыр. Бұл мораторийді мысалға белгілеу керек. Өрт сөндірушілер немесе салық комитетіне қойылған ғана мораторий болу керек, 3 жылға дейін тексерілмейді деген. Бірағында ондай санэпидемстанция немесе өрт сөндірушілердің тексерістерін оларды отменять етуге, алып тастауға болмайды деп ойлаймын. Өйткені көптеген өзіңіз білесіз, кәсіпорында, кәсіпкерлік жерлердің жанып кетіп жатқаны, немесе көптеген асханалардан, басқа да жерлерден адамдар уланып, талай адамдар өмірден де озған, немесе үлкен ауруға шалдығып жатқан күндер болған. Кәсіпкерлік саласы сонда кешіресіздер, үлкен бір сала. Сол бұяқта алатын орындары көп, бұяқта бюрократия көп, қағаз бастығы манағыдай айтқан. Мысалға бір кісі айтады, жаңағыдай мал бағуды алайық, мысалға тағы арға соны осы мысалға ала берейік. Ол мал бағу саласын жете меңгерген бір адам болуы мүмкін. Малдың төлін білетін, оған қалай шөп салу керек, не істеу, бүкіл жан-жақты біледі. Бірақ та өкінішке орай ол кісілерге несие алатын кезде, соған барып тұрған кезде, оларға бизнес-план жазып алып келуді сұрайды, бизнес-жоспарды. Бизнес-жоспарды жай былай көшет былай тұрсын, тіпті анау экономисттер, бухгалтерлердің де жазуына қиындық туғызып жатады. Анализ рынка дейді, нарықты бағамдау анализін істеу сияқты көптеген қиынды жерлері бар. Ол жақты жазалмауына байланысты көптеген кәсіпкерлерді, кәсіп ашатын жерлерді тоқтай алмай жүргені бар. Өздеріңізді араларыңызда таныстарыңыз бар шығар, кәсіп ашам деп барып, бір сондай кәсіпкерлікті қолдайтын, мысалы Атамекен кәсіпкерлік палатасына болсын, барып сол жақтан тауы шағылып, жігері құм болып, үйлеріне қайтып келіп, басқа да салалармен айналысып кеткен таныстарыңыз болу керек. Енді кәсіпкерлік саласында көптеген жағдайлар осылай көп. Енді қазір құрметті тыңдармандар, құрметті белсенділер, бүгінгі бір түйіп отырған ойым осы, бір қысқаша нұсқаша осы айта кеткенім. Енді құрметті белсенділер, осы кәсіпкерлік саласын түйген ойым осы. Әлде де тағы да эфирде жүздесеміз деп ойлаймын, тағы да көпарымызды айтамыз. Енді бүгін бірінші шығып отырған шамалы қобалжу бар, кейбір заттарымыз ойымызға да келмей жатыр. Қазақта сөз бар екен, жаманымызды жасырып, жақсымызды асырып отырайық, құрметті ағайын. Бір жерлерде қанатымыз талып, тұяғым сүрінген болса, кешіре отырыңыздар. Түйген ойым болса, тағы да ойым жинақтап, келесі жолдарда эфиріміз сапалы, өте жақсы болады деген ойдамын. Бас кеспек болса, тіл кеспек жоқ деген ұран ұстанған Махамбет Исатай сіздермен бірге эфирде болған. Көп рахмет назарларыңызды салып тыңдағандарыңызға. Және де осы Қазақстан демократиялық таңдауының басшыларына, штабқа, волонтерға және Мұхтар Қабылұлына көп алғысымды білдірем. Бүгінгі осындай алаң беріп, осындай эфирде өзінің мүмкіндігімді сынап көруге және де өстіп белсенуге рұқсат еткендеріне. Тағы да белсене отырамыз, амандық болса, тағы да эфирде жүздесеміз деп ойлаймын. Ассалаумағалейкум, бәріңізге құрметті жамағат. Күндеріңіз ашық, жолдарыңыз әрқашанда денсаулықтарыңыз мықты болсын деген. Тағы да амандық болса, үлкен белестерге жетеміз деген ойдамын. Уалейкум ассалам. Исатай, айтып отқандарыңыздың барлығы дұрыс.